Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай миксерсіз жасалатын сгущенкалы пирог дайындаймыз. Ол үшін сгущенкамызға 4 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Ешқандай іртік қалмайтындай бір келкі масса болғанша осылай венчиктің көмегімен араластырып алыңыздар. Одан кейін оның үстінен ерітілген немесе бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткізіліп алған ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Өте оңай, барлығын салып араластыра саласыздар және де пешке салып пісіресіздер. Өте тез дайын болады, әрі дәмі, иісі керемет болып шығады. Ұнды араластырып болғаннан соң 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің тестамыз дайын болды. Жақсылап араластырып болғаннан соң дәл осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз 180 градусқа, және де кекске арналған немесе пирогқа арналған кез келген форманы пайдалана берулеріңізге болады. Менде осындай 4 бұрышты стеклянный посуданы пайдаландым. Пирогымызды салып болғаннан кейін осылай күрекшенің көмегімен барлық шетіне жеткізіп тегістеп шығамыз. 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Қалауыңыз бойынша шоколадпен немесе қант ұнтағымен әрлесеңіздер болады. Қант ұнтағын сеуіп болғаннан соң толығымен суытамыз, одан кейін барып кесіңіздер. Ал біз шыдамай ыстықтай кесіп қойдық. Бұл пирогтың дәмді болғаны сонша иісі бүкіл үйді алып кетті. Сондықтан шыдамай біз ыстық күйінше кесіп қойдық. Сіздермен бірге қалай болып шыққанын көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, ауызға салса еритін пирог болып шықты. Пышный және іші толығымен пісіп шыққан. Достар, егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, осындай оңай рецепттер шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және де басқа оңай рецепттер іздесеңіздер, міндетті түрде маған тіркеліп алыңыздар. Лайк басып пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.